Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Мен бүгін сіздерге бір қызық видео көрсететін боламын, әрі мотивациялық видео ретінде. Одан алдын сіздер Жомарт бау-бақша каналына жазылыңыздар, тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Қазақша арнаға қолдау білдіріп отырайық ағайын. Кеттік. Мінекей достар, бүгін 3 апрель 2023 жыл. Мына жәшіктерде алма жемістері сақталған. Бұл алмалар былтырғы октябрь-ноябрь айларында үзіп алынып, осы жәшіктерге салынған. Енді бұнда алмалар қалай сақталған, қазір бірге көрейік. Ашып қарайық. Мінекей достар, қызыл алма әп-әдемі, керемет сақталған. Еш жерінде шірік жоқ. Және біреуін ашып қарайық, екіншісін. Мінекей, бұл алмада әп-әдемі тұр. Еш жерінде шірік жоқ. Иісі қандай керемет. Мұрын жарып баратыр. Свежий екені білініп тұр. Огородтан шыққан өз алдына болады бәрібір. Мына жәшіктердің бәрінде де алма болған. Бұны біз бала-шағамызбен қысымен жедік. Мінекей достар, жеміс ағаштарын гүлдегеннен бастап осындай піскенге дейін қалай баптау керек, қалай тәрбиелеу керек және осындай қалай сақтау керек, бәрінің әдістері, жолдары бар. Оны сіздер білгіңіз келсе, өздеріңіз қаласаңыздар, Жомарт бау-бақша каналына жазылып, тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп отырайық ағайындар. Бұл алма ағаштарының, былтырғы жеміс берген алма ағаштарының суреттері бар. Видеомның артынан салатын боламын. Достар, Жомарт бау-бақша каналына жазылайық. Мен өз білгенімді сіздерге барынша үйрететін боламын. Аман сау болыңыздар достар.